Сіздер көріп тұрған Қарасай аудандық ауруханасының іргетасы сонау жарты ғасыр бұрын қаланған. Ал жөндеу жұмыстарын көрмегеніне 10 жылдан астам уақыт өткен. Сондықтан медициналық мекеменің әр ғимараты қайта жаңғыруды талап етеді. Осы мақсатта қазір бұл жерде күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Әрине, назардағы нысанның жаңа кейіпке енуі жақсы ғой. Дегенмен құрылыстың қарқынды болуы одан да маңыздырақ. Ендеше халыққа қажетті мекеменің қазіргі жай-күйіне бірге көз жеткізейік. Қарасай аудандық орталық ауруханасының күрделі жұмыстары 2025 жылы желтоқсан айында басталған болатын. Күрделі жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың соңына дейін аяқталу, кестеге сәйкес аяқталу жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда мынау біздің адым корпус, одан кейін поликлиника, сосын иші блоктар және женский детский стационарының ғимаратында демонтаж жұмыстары бітіп толыққанды монтаж жұмыстары басталып кетті. Және де осы айдың басынан бастап стационарымыз толыққанды демонтаж жұмыстары басталған болатын. Осы июнь айының басынан бастап стационарымыз Шқоңырға көшіп кеткендей. Қазіргі таңда толық медициналық көмек Шқоңыр ауылында орналасқан өзіміздің ғимаратымызда халыққа қызмет атқаруда. Емханаға келетін болсақ, бүгінгі таңда емхана осы Қаскелең қаласында орналасқан Абай көшесінің бойында ғимаратта уақытша көшіп отыр. Ағымдағы жылдың осы қыркүйек айына дейін толыққанды біздің емханамыз аяқталса, баға емханамыз қызметкерлеріне қайтадан оралатын болады. Мынау күрделі жөндеу жұмыс барысында әрлеу, краскілеу жұмыстары емес, одан бөлек мынау біздің операционный блоктар өзгеріске ұшырайды. Ол жерде комплекс чистых помещений дейді, қазіргі заманға сәйкес сол ұйымдастырылатын болды. Поликлиникамызда центр лучших практик деген бар, қазір Қазақстан бойынша енгізіп отыр. Сондықтан енгізу жоспарлап отырмыз. Одан бөлек бізде бұрын дәріхана кәдімгі склад ретінде еді ғой. Ремонт жұмыстары аяқталысымен бізде ол жерде үлкен отделение ашылатын болады. Бұл яғни бұрынғыдай складтан тек қана дәріні беріп жібермес, дайындап сол жерде керек қана мөлшерде ғана дайындап, сөйтіп қана жіберілетін болады. Және ол өз кезегінде мекемеге 30%-ға дейін қаржы үнемдеуге алып келетін болады.